Сол шынымен де әрқашанда білімді не қылып тақуалықта Раббымызбен қарым қатынасты әрқашан күшейтіп, шынымен де осы дінді түсінбейтін бауырларымызға түсіндірейік. Сол жолда сабырлық қылайық деп. Шынымен де сабырлық, сен пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи бетіне түкіргенде енді біздің бетімізге ешкім түкірген жоқ уағыз айтқан кезде. Қойшы сен деп айтқан шығар. Уахабист десе уахабист деген шығар. Бірақ бетімізге түкірген жоқ. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи үстіне кәл түйенің шек қарын төккенде үстімізге шек қарын төккен жоқ әлі. Түйенің тұрмақ бізге жаңағы тоқтығында шек қарын ішін төккен жоқ. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи Таифқа барып уағыз айтамын деп барғанда таспен қолап сұлбасын қан қылғанда біз әлі үстімізді қан қылған жоқ ешкім. Сондықтан осы нәрседе олардың кейбір сөздеріне жүйкемізді тоздырмай, әрекетімізді жалғастырып, отбасымыздан, ошақ қасымыздан, туған туысқанымыздан күнделікті ойымызда мен Аллахтың разылығы үшін не істей аламын деген ой болу керек. Мен бір баланы көрген едім, бұрын жай жүретін бала едім. Кейін сол баланың білімі жоғарылапты. Кейін дінге күшті уағыз жасап жүр. Амал әрекеті көп исламға өзгеріс пайда болды. Жамбасын ойлаймын, мен бір ілім ақпа, жақсы жолдастығымен жүр, сондай өзгеріс болған шығар. Бір күні сол баланың тұратын үйіне барып қалдым. Үйіне кіріп келген кезде, жаңа баланың бөлмесіне кіріп келсем, есікті ашып кірген кезде қабырғада жазып қойыпты да. Мен бүгін Аллахтың разылығы үшін не тірлік бітірдім деген жазу жазып қойған екен маған. Кірген сайын өзіне отчет береді екен. Сөйтіп жүрді, ұмытып қалатын болған екен, кіргізіп тұрып жазып қойған. Мен не бітірдім бүгін Аллахтың разылығы үшін. Сонда шынымен де әрқашанда ойымызда болсын, әрқашанда және біліңіздер, сіздердің ислам дініне келтіретін пайдаларыңыз бір тауды екінші жаққа көшіргенде емес, кереметтей. Сіздердің ислам дініне келтіретін пайдаларыңыз әрбір істеген істі Аллахтың разылығын табайыншы деп жүректегі ықыласпен істесеңіздер, соның жемісі болады. Сіздер ұйықтамай, қауапар, топарықтасан емес, Аллахтың разылығы үшін шын жүректен Құдай көріп тұрғандай істей білсеңіздер, сол жеміс береді. Имам Малик Муатта деген хадис кітабын жазып шықты. Одан хадис кітап жазған екен, жан-жақ хадис кітап жазылса да, сондай ғой кесіп бір 30-шы параны тәпсір десең, қазір қаптап шығады да, мына жақта тәпсір. Тағы бір хадис десең, 40 хадис қаптап шығады. Имам Малик Муатта деген кітап жазып шықты, хадиске байланысты, сөйтіп Муатта деген қаптады да. Шәкірттің біреусі айтты, ұстаз, Муатта көбейіп кетті ғой деді. Енді пайдалансын, сайыпқа ақыласаху деді. Білмейміз бірақтан. Осы кітаптардың ішінде кім Аллахтың разылығы үшін ықыласпен жазған болса, сол ақ қалады ертеңге дейді, басқасы қалмайды. Қалғаны біреулердің әшейін түнде ұйқысын шаршағаны да, ұйқыдан ажырағаны тірге қалыр. Сол кітаптың біреусі қалған жоқ, Имам Маликтің Муаттасы қалғанда. Сол ақ қалғанда. Егер біздің істеп жатқан тірлігіміз құмға сіңіп кетпесін десек, соны істеп жатқан кезімізде Аллахтың разылығын ойлап қойық. Тіпті әйеліңе уағыз жасайтын кездің өзінде аузында сауап бар екен ғой, бір үзім нанды аузына салып жатқан кезде, осында сауап бар деп Аллахтың разылығын табуды ойлап тұрып салсаңыз, сол сіздің әйеліңіздің аузына салған бір үзім наныңыз ертең оған жүрегіне хадис салуға көмектеседі. Бүгін сіз нан саласыз, ертең оның жүрегіне хадис саласыз. Осы нәрселерді істей білу керек иншалла. Субханакаллаху бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, Аллах тағала баршамызды билікке бастасын.